Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге пайдалы ақпараттар каналы. Бүгін сіздерменен құйрық майдың пайдасы туралы айтатын боламыз. Бұл таңғажайып құйрық майдың бірнеше түрлі пайдасы бар екенін ежелден халқымыз білген. Құйрық май бұл құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай майды жекеленген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Олардың қатарында Еділбай қойы, Сараджан, қазақтың ұяң жүнді қойы, Алай, Гиссар қойлары бар. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып отырады. Аталған май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының ұлттық тағамдарын дайындағанда кеңінен пайдаланылады. Құйрық майды науқасқа пайдалану қазақтың кең таралған меншікті дәстүрлі емі. Кішкене нәрестені қырқынан шығарғанша суға түсірген кезде денесін құйрық маймен сылайды. Ал қыз ұзатып келін түсіргенде құдалар бір-біріне құйрық бауыр асатып, отбасылы өмірдің май сияқты жұмсақ та сыйластыққа толы болғанын қалайды. Адам дүниеден өткенде жағатын қырық шырағын да құйрық майға шылайды. Осы өзінен қазақ өмірінің құйрық майдың рөлін көруімізге болады. Құйрық май дәруменнің қоры. Біз құйрық майдың емдік рөлін жиі айтқанымызбен, оған кереғар пікірлерде ғылыми дәлелдер таппай қиналатын кездеріміз болады. Кейбіреулер мал майының қандағы холестерин мөлшерін жоғарылатып, жүрек қан тамырлар ауруларына ұшырататын алға тартып жүр. Алайда қарапайым ғана сұрақ: сіз өзіңіздегі артық қаражатыңызды қайда сақтайсыз? Әрине банкке, болмаса қиыншылық кезінде оңай алып шығатын орынға. Мал да сол секілді артық жақсы қор сақтайтын май ретінде сақтайды. Қой жаз айларында, әсіресе шілдеде қарақұртты, бүйені басқа да улы жәндіктерді іздеп жүріп жейді екен. Ал удың өзінде емдік қасиеттер, сыртқа шипа болатын дәрумендер болатыны белгілі. Тек оны белгілі бір мөлшерін сақтап қана пайдаланған кезде ағзаға дәрі ретінде әсер ететін көрінеді. Қазірге дейін қойдың құйрық майын және емдік рөлін зерттеп жүрген адамдар жоқтың қасы. Халқымыз көп нәрсені біліп, дұрыс қолданған. Денені неге сылайды? Стеарин қышқылы теріні жұмсартып, ауа өткізгіштігін тездетсе, пламид қышқылы теріні қайта қалпына келтіріп, тез түлеуіне әсер етеді. Ал денеге сіңген алин қышқылы жоғарғы қуат береді. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал етеді. Бала сылаумен қатар қарқылаумен өседі деген халық нақалының астары да осында жатыр. Қойдың құйрық майындағы басқа да пайдалы қасиеттерді олардың жеген шөбі мен ішкен суына және нәсіліне байланысты. Пайдалысы жағынан отты жерде жайылған қазақтың қылшық жүнді қойы, Еділбай, шу қой тұқымдары алда тұрады. Халық емінде қолданылатын қоспалар: сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майда араластырып әбден ертеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәріні теміреткі, ешкі, қотыр, күйдіргі, күбіреткі және басқа да қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған. Сондай-ақ құйрық майды емген балаға тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салып сорғызған болатын. Баланың тамағы ауырғанда, дәрі ішіп жөтелі басылмаған кезде құйрық майды ертіп берген жөн. Бұл майды ерітудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық майды табаға шыжғырып еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Еріткеннен соң оның үстіне су құйып біраз қайнату керек. Сонда ол піскен құйрық май болады. Салқындатқан кезде май судың бетіне қалқып қатады. Соны жинап бір ыдысқа бөлек ертеді. Оған сарымсақ қосып біраз суған соң
4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағы ауырғаны басылып сырылдағаны кетеді. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы өкпе ауруын емдеуде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшәла салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларымен емдеу үшін ішеді. Қазақтың халық емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибеде бар. Ежелден көзін малмен ашқан халқымыз ішсе суын, жесе тамақ, кисе киім болған 4 түлік малдың қасиетін біліп, оны күнделікті тәжірибеде қолданып отырған. Құйрық май халық емінде жиі пайдаланылады. Әсіресе әжелеріміз жаңа туған нәрестелерді қойдың майымен сылап майлап жатады. Сондай-ақ балаларға суық тиіп тұмауратқанда да құйрық майды сорғызып арқасына табанына жағып қояды. Құйрық майдың халық емінде пайдасы жоқ емес. Дегенмен денсаулық сақтау саласында халықаралық деңгейдегі стандарттарында құйрық маймен емдеу қолданылмайды. Өйткені құйрық майдың денсаулыққа пайдасы, соның ішінде балалардың денсаулығына әсері ғылыми түрде дәлелденбеген. Құйрық майды қарапайым өмірде суға қайнатып немесе буға пісіріп, ыстап та пайдаланып, күнделікті адамның рационына қосып жеуге болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.